оңай. Сәлеметсіздер ме? Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының Рудный қаласы білім бөлімінің номер 15 жалпы білім беретін мектебі пікірі бар жобасының қатысушысы Мурзагалиева Жадыра Әсетқызы. Жоба жетекшісі Мұратова Раушан Дүйсенбаевна математика пән мұғалімі. Жоба тақырыбы өрмекті қодан мектепшілік шебер қолдау үйірмесін ашу. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында дәстүр және ғұрып жобасы биылғы жылы іске қосылды. Мен осы жоба аясында өзімнің жобамды ұсынамын. Жобамның өзектілігі. Қазіргі таңда елімізде ұлттық құндылықтарымызды қайта өркендетуге, ұлттық өнерді, ұлттық мәдениетімізді дамытуға үлес қосылып отыр. Біздің тарихымыз, салт-дәстүріміз ол қазақ халқының ерекшелігі. Қол өнерді білу және жастардың бойына сіңіру әрбір ұстаздың тікелей міндеті. Менің жоба жетекшім Мұратова Раушан Дүйсенбаевна математика пәні мұғалімі бола тұра нағыз өнер жаңашыры. Жастайынан өзі киіз үй жабдықтарын өзі жасаған. Мен соны көріп өзімнің қызығушылығым артып кетті. Өрмекті құды үйренуге шештім. Жетекшімнің өз киіз үйі, көз үй жабдықтарын өзі жасаған. Жобамның мақсаты қазақ халқының салт дәстүрлері мен халқымыздың ұмытылып бара жатқан өрмекті өнерін жаңғырту және бұрыннан келе жатқан қол өнер дәстүрлері арқылы жаңа заманауи түр бере отырып, жастар арасында насихаттау, қол өнерді дамыту, түрлі мәліметтер жинап, оны жастардың рухани азығына айналдыру. Жоба жұмысының міндеттері: бірінші, қазақ халқының күнделікті тұрмыста қолданып келген өрмекті өнерін білуін, өрмекті технологиясын орындалу жолдарын талдау жасау, қазақ халқының қасиетті қол өнерлерін қастерлей білу. Жобамның болжамы: қазіргі заман талабына сай, әсіресе қол өнерден алыстап кеткен жастар үшін өрмекті өнердің ескі технологиясын түрлендіріп жаңарту керек деп ойлаймын. Жоба нәтижелері: ата-бабаларымыздан келе жатқан өнердің ұмытылып кетпеуі, өзің бастаған ісімен нәтиже шығару, құрылғыларының арасында өрмекті өнерінің қолжетімді технологиясын насихаттай отырып нәтижеге жету. Жоба кезеңдері: бірінші, өзім таңдап зерттегелі жатқан жұмысымен танысу. Екінші, өрмекті қол туралы мәліметтер жинақтап, іздеп, өрмекті қолды үйрену. Үшінші, жинаған жұмысыңды зерделеп, жүйелеу, өрмекті қол технологиясын меңгеру. Бұрынғы кезде әжелеріміз өрмекті тоқу үшін өздерінің қолындағы 4 түлік малын жүнін пайдаланған. Өрмек құру үшін үйдің алдында үлкен ауылға қазықтар қағып, керекті шамадағы шөптерді өрмекті жүгіру әдісі бойынша үйдің белгілі бір жеріне орнатып, апталап, айлап, жылына қиындығына қарай жылдап та тоқитын болған. Мен осы өзімнің ғылыми жұмысымның суреттерден, әжелеріміздің қолынан шыққан бау басқырларға қарап өзімнің қызығушылығым оянды. Өрмекті қудың жаңа заманауи тәсілі. Мен өзімнің жоба жетекшіммен бірге көп іздену нәтижесінде өрмекті қудың тиімді әрі ыңғайлы тәсілін таптым. Ең алдымен кез келген кезде табылатын ағаштан жасалған құрылғыны пайдаландым. Көлемін ыңғайлы етіп өзіме алдым. Түрлі түсті жіптерден өрмекті жүгіру әдісі бойынша керекті өлшемді алып, бастапқы жұмысымды бастадым. Бұл әдіс жасөспірімдер қыздар үшін өте ыңғайлы әрі орын алмайды. Үйде кез келген жерде тоқуды жалғастыра беруге болады. Ұлттық қолөнердің дамыту мақсатында жасалып отырған жоба бір оқушы үшін шығарылатын қаражат есебі. Түрлі түсті жіптер 1000 теңгенің көлемінде. Өрмек құрылғысы үшін ағаш керек, 1 метр 800 теңге болса, бізге 2 метр керек 1600 теңгеге. Өрмек құралдары ағаштан жасалған, яғни 75 сантиметр 600 теңге тұрады екен. Серме ағашына, қылышқа, адырға, арқау жібіне ағаш керек. Қайшы 150-200 теңге, жалпы құны 3400 теңге шықты. Өрмекті дайындау міне. Бұл жақта қақпа өрнегі, яғни мен қыздарға бірінші арқау жіпті өткіземіз. Мінеки видеодағыдай бірінші арқау жіпті өткіземіз. Бұл жақта жіпті дайындау кезеңі, яғни өрмекті жүгіру әдісі бойынша жіпті дайындайды. Ал бұл жақта түкті ақ басқұр, яғни бір жіптен, яғни мен мына жақта оюмен тоқып жатырмын. Жаңағы тоқығаннан кейін бұл жақта бірінші арқау жіпті өткіземіз. Бұл арқау жіпті өткіземіз. Бұл ең оңай түрі.
Қорытынды. Шебер сыныптар өткізу, ата-аналар мен оқушыларға насихаттау, мектепте ұлттық өнерді дамытудың тиімді жолын ұсыну. Бұл өрмекті оқушылардың сабырлыққа, ойлануға, түстерді үлестіре білуге, жылдамдылыққа, шапшаңдылыққа, алғырлыққа тәрбиелейді. Ұсыныс. Бірінші, өрмекті оқудың тиімді технологиясын жастарға үйрету және ата-аналарға насихаттау. Мектепте үйірме ашу, қала деңгейіне оқушыларды тарту, оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалану, яғни өрмек құрылғысын насихаттау. Жобаны жүзеге асыру кезеңдері. 2020-2021 жылы оқу жылы, яғни атқарылатын жұмыстар өрмекті құрылғысын жасап шығару. 2021-2022 жылы екінші кезеңге, яғни мектеп оқушыларына түсіндіру жұмыстарының жүргізу, жоспар арқылы әрекет ету, қолөнер көрмелерін ұйымдастыру, мектепшілік үйірмелер ашу. 2022-2023, яғни үшінші кезең шебер қолдау үйірмесінің авторлық бағдарламасын қорғау. Егер сіздің қызығушылығыңыз өрмек тоқуға деген қызығушылық болса, мына нөмірге хабарласыңыз. Назарларыңызға рахмет.